Мына видеомен бөлісіп қызық бір сұрақ қойыпты. Ең әуелі көріп жіберейік. Кімнен бастайсың? Келіншегінен. Маңдайға бір ұрайын бол. Қалған шығарайын. Басыңнан бір демеймін десейін. Әзілдеп айтып тұр. Мен келіншегінен бастайын деп, маған қарап күліп қояды еще. Конечно, мамасынан бастайды. Бұл жерде екі мәселе бар. Біріншісі, бұл біздің дәстүр емес. Сол Англияда пайда болған кезінде, кейін Европа арқылы, орыстар арқылы бізге жеткен. Басында нан болған дейді, кейін тәтті торт болып кеткен. Бірақ тарихын қарасам, негізгі функция ерлі-зайыптылар бір-біріне беру керек. Анасына емес, әкесіне емес. Негізі солай пайда болған екен. Өміріміз тәтті болсын деп ырымдап. Комментарийге кірсеңіздер дау жатыр осы үшін. Екінші мәселе, тамада, асабаларда, енді қазір ойына келген нәрсені айта беретін болды ғой, 5 фильтра. Сол себепті бір стандарт керек сияқты, бір квалификация, бұларды бір емтиханнан өткізу керек па, мәдениет керек. Мәдениет бір жерде тәртіп болады. Сөйтіп ақырындап дамимыз. Кез келген сала болсын.